Сәлем достар, сіздермен Ақнұр, менің каналыма қош келдіңіз. Каналым ұнаса видеома лайк басып, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Бүгін біз орысша рассыпчатый дейді ғой, қазақша осындай шашыраңқы күріш дайындайтын боламыз. Бұл күрішті дайындау жолы өте оп-оңай, күнделікті қолданып жүрген өзіміздің күріштерімізден де осындай өте дәмді күріш дайындауға болады. Ендеше күрішімізді пісіріп бастайық. Күрішті мен алдын ала бірнеше рет жуып алдым. Суы мөлдір, прозрачный болғанша күрішті жақсылап жуып алыңыз. Алдын ала қызып тұрған сұйық майға немесе сары майға осылай күріштерімді салып, қазір қуыратын боламын. Жуылған күрішті ситамен артық суын кетіріп сүзіп алыңыз да, жаңағы қызып тұрған сұйық майда қуырыңыз. Жаңа айтып кеткенімдей, сұйық майдың орнына сары майды ерітіп соған қуырсаңыз да күрішіңіз өте дәмді болады. Міне күрішті міндетті түрде тоқтатпай араластырып тұру керек, себебі біздің күрішіміз жабысып қалуы мүмкін. Күрішті қызарғанша қуырмаймыз, тек біздің күрішіміз ағара бастауы керек. Міндетті түрде қызып тұрған отта қуыратын боламыз, пештің астын азайтуға болмайды. Күріштің артық суы кетіп, ағарып, кебе бастаған кезде үстінен міндетті түрде ыстық су құямыз. Егер сізде 500 грамм күріш болса, 500 мл су, 1 килограмм күріш болса, 1000 мл су деген сияқты күріш пен су тең болу керек. Енді үстінен тұз себеміз де оттың ең баяу қызуына қойып қоямыз. Міндетті түрде оттың астын ең баяуына қойып қойыңыз. Енді мен пергамент қағазын 4 бұрыштылап қиып алдым. Бұлай істемесеңіз де болады, күрішіңіз сонда да өте күшті болып піседі. Қазанның бетін жабатындай пергамент қағазын қиып алып, үстінен қағазанымның қақпағын жауып қойдым. Осы пергамент қағазы арқылы біздің күрішіміздің артық сулары сыртқа бу болып шығып кетпейді. Тура осылай баяу отта менің күрішім 15 минутта дайын болады. Ол күріштің сортына байланысты дайын болу уақыты. Менікі камалина күріші, элита болсын, арзан күріштер болсын, қымбат лазер күріші болсын, барлығын осылай дайындасаңыз өте дәмді болып шығады. Шамамен 15 минут, әрі кетсе 16-17 минуттай уақыт өтті. Оттың астын сөндірдім. Енді күріштің қақпағын ашамын. Қарап тұрсаңыздар, пергамент қағазының үсті суланған. Осы жайлап пергамент қағазын алып, ішіндегі суын осы күріштің үстінен құйып жіберемін. Қыздар, бұл пергамент қағазын қою міндетті емес, онсыз да күрішіңіз шашыраңқы дәмді болып піседі. Бірақ пергамент қағазымен жасауға кеңес беремін, себебі күріштеріңіз одан сайын әдемі болып піседі соның арқасында. Міне қарап тұрсаңыздар, менің күріштерім толықтай піскен, шашыраңқы. Енді соны әдемілік үшін өз қалауыңызша бір формаға салып, осылай әдемі етіп ұсынсаңыз болады. Осымен біздің шашыраңқы, бір-біріне жабыспай пісетін өте дәмді күріштеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.